Ежелгі Түркістанның жұмбақ жерлері. Талай-талай аңыз әңгіме арқа болған өлке. Қырыққыз сасуы, табиғаттың таңғажайып кереметі. Бұрынғы жаугершілік заманда Қатыгез хан бейбіт елді шауып, ең сұлу деген 40 қызды күн етпекші болады. Алайда намысты қыздар бөтенге күн болғанша тасқа айналып кеткендерін тілейді, биік жартастан секіріп тас мүсінге айналады. Таңғажайып сымбатымен тізбектеліп бой түзеген 40 қыз табиғаттың ерекше әсерлі ескерткіші. Ғайып ерен 40 шілтен жартасы. Ежелгі аңыз бойынша адамды қорғап жүрген 40 періште адамды екі алып тастың арасынан өткізіп сынайды екен. Күнәсі қыруар пенде тас арасында қысылып қалып, күнәсі аздар өтіп кетеді деген сенім бар. Жылаған ата үңгірі. Ежелгі аңызға жүгінсек, егде жасқа келген ерлі зайыптылар бір перзентке зар болып, жаратқанға жалбарынады. Айы күніне жетіп толғатып, әйел іркілдеген мес туыпты. Сонда бұл сынақ, месті етекке салып 41 күнге дейін түсірмей жүру керек деген пайым айтылады. Алайда әйел сынаққа шыдай алмай, месті түсіріп алады. Сол сәтте мес ішінен кішкентай бала атқып шығып, тауға қарай қаша жөнелген. Жалғыз перзентінен қол үзген атана егіле жылап қала берді. Сол жерде бұлақ пайда болған екен. Ақмешіттің тылсым үңгірі. Аңызға сенсек, ежелгі заманда осында зұлым Айдахар мекендеген. Ол адамдардың 4 түлігін әкетіп отыратын болған. Айдахар шықпақ болып қанатын жайғанда үңгірдің аузын бұзып кеңейтіп отырған екен. Бір күні осы өңірге Сүлеймен пайғамбар келіп, Айдахарды шынжырлап тастайды. Үкаш ата құдығы. Аңыз бойынша Үкаша шапса қылыш өтпейтін, атса оқ өтпейтін қасиет тарған алып денелі батыр болған. Бірақ ол таң намазын оқыған кезде бүкіл буындар босап, қорғансыз күйге түсетінін дұшпандар біліп қояды. Олар батырды аңдып намаз оқып отырған сәтінде басын шауып алады. Жерге түскен бас домалап кетіп, екі қырдан асып барып, жер астына түсіп кетеді. Орнында құдық пайда болады. Көне Түркістан. Аңыздар еліне саяхат жаса.